Мен Саңға Ботагөз Амангелдіқызы. Софийка ауылының жалпы орта білім беретін мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі орын мұғалімдікі деп, алаштың ақиық ақыны Мағжан ұстазға баға берген. Құсқа қанаты, қос қанаты қалай қажет болса, адамға да білім мен тәрбие солай қажет. Мұны білетін әрине ұстаз, мұғалім. Осы бір қиындығы мен қызығы мол, ұстаздық еңбек жолыма 31 жыл толып отыр. Әдеби зерттеуші, түрколог, дарынды ақын аудармашы Ахмет Байтұрсынов қазақ халқы елі үшін еңбегі зор. Олай болса, дәуірдің жарық жұлдызы атты әдеби кешімізге қош келдіңіздер. Көксерекке зәбір көрсетсек, бірнеше рет талап кеткен ауыл итінің аты Қарала төбет. Дұрыс жауап. Итаяқ деген не? Аңсаған? Итке тамақ құйып беретін ыдыс. А дейміз. Итке тамақ құйып беретін ыдыс. Жақсы. Саңға Ботагөз Амангелдіқызы 2021-2022 оқу жылынан бастап өзінің грамматикалық сауаттылық атты авторлық бағдарламасын жазып шықты. Осы авторлық бағдарламасымен осы өзіміздің мектептегі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімдерімен бөлісіп, өзінің озық тәжірибесін ортаға салды. Осы авторлық бағдарламасы бойынша биылғы жылы мен өзім 7 сыныпта сол бағдарламамен жұмыс істеп жатырмын. Бағдарламада оқушылардың грамматикалық сауаттылығын арттыру үшін бірнеше саланы қамтыған. Фонетика, лексика, морфология, синтаксис салалары қамтылған. Бұнда оқушылардың грамматикалық сауаттылығын арттыру бойынша жүйелі жұмыс жасалған. Амангелдіқызы өте білімді, жанашыр ұстаздардың бірі. Ол кісіні барлық оқушы құрметтейді. Ол кісі мен үшін үлгі аларлық ұстаз. Ботагөз Амангелдіқызы бізге 5 сыныптан сабақ береді. Ботагөз апайдың сабақтары қызықты, тартымды өтеді. Ботагөз Амангелдіқызы бізді әрқашан шығармашылыққа баулиды. Ол кісі бізді Абай оқуларына, Ыбырай Мұқағали оқуларына және ғылыми жобаларға қатыстырып отырады.